Сәлем бабақай, Зерек баба каналына қош келдің. Бүгін біз сенімен бірге оқу оңай кітабы бойынша өлеңді тез жаттауды үйренеміз. Өлеңнің авторы Мұқағали Мақатаев. Өлеңнің тақырыбы отан туралы. Ал ендеше бастайық. Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем. Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем. Ағынды өзен, асқар тау, гүлін сүйем. Ағынды өзен, асқар тау, гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем. Бірге қайталайық. Мен оның қасиетті тілін сүйем. Мен оның құдіретті үнін сүйем. Мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жәндігін сүйемін, қыбырлаған. Бар жәндігін сүйемін, қыбырлаған. Бәрі маған отан деп сыбырлаған. Бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықты. Жаным менің кеудемді жарып шықты. Бос торғайы бол, оның шырылдаған. Бос торғайы бол, оның шырылдаған. Ал, қанекей бабақай, енді өлеңді бірге қайталап шығайық. Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем. Ағынды өзен, асқар тау, гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем. Мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жәндігін сүйемін, қыбырлаған. Бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықты. Бос торғайы бол, оның шырылдаған. Бабақай, қалай екен? Өлеңді жаттау оңай ма екен? Жарайсың, бабақай, сен бүгін өлеңді тез жаттауды үйрендің. Бабақай, саған менімен бірге оқыған ұнаса, каналымызға тіркел. Келесі видеода көріскенше.